келіп отыр. Менің жолым жібек жолы жалғасқан, менің жолым жібек жолы жырдастан, жалғастырып шығыс пенен батысты, жүріп келем талмастан. Дей бүгінгі сабағымызды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі сабағымызға көңіл күйіміз қалай? Ал олай болса сәттілік балалар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал қалыптастырып аламыз. Қан орнымыздан тұрамыз балалар. Егер сіздер мектепке және бүгінгі сабаққа қуана келсеңіздер, оң қолымызды көтереміз. Егер сіздер өз білімдеріңізге сенімді болсаңыздар, сол қолдарымызды көтереміз. Егер сіздер еліміздің болашағы сіздердің қолыңызда екенін сенсеңіздер, екі қолымызды алға көтереміз. Егер сіздер өз еліміздің патриотымын деп есептесеңіздер, қолдарымызды шапалақтаймыз. Жарайсыңдар балалар, отырамыз. Үйге берілген тапсырма қыпшақ хандығы еді, я балалар? Мен сендерге қыпшақ хандығы туралы бірнеше сұрақтар қоямын. Үй тапсырмасы қыпшақтардың саяси орталығы болған қала. Ал Дамира Сығана қаласы. Қыпшақ елбөрі тайпасынан табынған аң. Ал Ержан жарайсың. Қыпшақтар туралы жазған европалық ғалым Ал Амерке Карпини дұрыс айтасың. Орта ғасырлардағы түрік ғалымы Ал Шехризат түрік ғалымы Махмуд Қашқари. 11 және 13 ғасырда Еділ өзені мен Алтай таулары аралығындағы мемлекет бірлестігі. Ал Дамира Қыпшақтардың этникалық құрамындағы тайпа Тоқсоба. Жалпы қыпшақтар қанша тайпаға бөлінді балалар? 2 тайпаға. Олар оң қамат және сол қамат болды. Оң қаматтың астанасы ортасы қалай аталды? Орнынан тұрып айтамыз. Ал сол қаматтың орталығы Сығанақ қаласы болды. Олай болса балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп аламыз. Мына жерге келіп, тәуелсіздік және елтаңба және теңгелерді алып топқа бөлінеміз. 3 топқа балалар. Үш топқа бөлініп аламыз. Ал балалар, үш аламыз. Бөліп алып отырамыз. Саған кестес. Бүгінгі тақырыпқа байланысты балалар, өзіміз топ атауларын, топтың атауын өзіміз қоямыз. Топтың атауы. Әр топ өзінің топ атауларын қояды. Әр топ өзінің атауларын қойып шығады. Атауларымызды қоямыздан бір минут уақыт берем балалар. Кестес маркер бар. Бүгінгі сендерге елтаңбаны және туды, теңгені сендерге осылай топқа бөліп отырған себебім, алдымызда қандай мереке келе жатыр балалар? Тәуелсіздік. Яғни тәуелсіздігімізді алғанымызға қанша жыл болды? Бір жыл болды. Яғни ата-бабамыз аңсап өткен, ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін бізге бұйырған екен. Яғни біздің жаңа Қазақстанның көрікті, жақсы болуы сендердің арқаларында балалар. Яғни тәуелсіздік алғаннан кейін әр елдің өзінің ел таңбасы және туы, өзінің ұлттық теңгесі болады балалар. Яғни біздің ұлттық теңгеміз нешінші жылы шықты?
шықты, кім айтады ұлттық теңгеміз? Ержан, 1993 жылы шықты ұлттық теңгеміз, я? Біз тәуелсіздігімізді 1991 жылы нешінші желтоқсанда алдық? 16-шы. Ал біздің ата заңымыз ше? 1993 кейін 95 жылы болып өзгертілді. Ал енді бүгінгі балалар сабағымыз халықаралық байланыстардың дамуындағы ұлы жібек жолының рөлі. Яғни ұлы жібек жолы біздің сабағымыздың мақсаты ұлы жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнын білу және ұлы жібек жолының шығу тарихын түсінеміз, ұлы жібек жолының бағыттарын картадан көріп, оны ұғамыз. Ал енді бүгінгі жаңа сабағымыз жалпы ұлы жібек жолы ұзындығы 7000 шақырым километрді алып жатты. Жібек жолы ұлы сөзінің қосылу себебі кең байтақ шығыс өлкелері мен батыс өлкелерін байланыстырып, Қытайдан басталып Римге келіп аяқталды. Жалпы мына жерде картаға қараймыз балалар, мына Қытайдан басталып Римге келіп аяқталды. Біздің орта ғасырлық қалалар, әсіресе Испиджан, Сығанақ, Отырар, Сауран және Шаш, қазіргі Ташкент қаласы, осы қалалардың бойымен жүріп өткен екен. Ұлы жібек жолы кезінде негізгі сауданың түрі, мына алдарымызда көріп отырғандай негізгі түрі мата болды. Жібек маталар болды. Жібек матасын сонымен қатар олар валютаға және алтынға теңестірді және әскери адамдарға сол мемлекет қызметкерлеріне жалақы ретінде беріп отырды. Олар жүздеген түйелермен не істеді? Керуен жолға шықты. Өйткені олар қауіп қатерде қорықты, сол кезде бұршақ, одан кейін мынандай фарфор ыдыстарымыз және пияз, сәбіздерді орталық Азиядан алдыртып отырды. Асыл тұқымды жылқыларды және түйелерді қытайлықтар орталық Азиядан алдыртып отырған екен. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша бейнебаянды көреміз қазір балалар. Ұлы жібек жолы Қытай мен Еуропа елдерінің арасын байланыстырған сауда жолы. Біздің заманымызда бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасында дала жолы іске қосылды. Осы дала жолын Ұлы жібек жолы деп атауды 1872 жылы белгілі неміс биографы Фердинанд фон Рихтхофен ұсынды. Бұл атау Қытайда шығарылатын жібек матасына байланысты шыққан. Ұлы жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесіне ұқсас жұмыс істеді. Себебі ол бүкіл Еуропа мен Азия елдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызып, ондағы халықтарды біріктірді. Ұлы жібек жолының бағыттары. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы аудандардан басталады. Ол Ұлы Қытай қорғанының батыс шетінен Іле өзені арқылы Ыстық көлге жетеді. Жол осы арада батысқа және солтүстік-батысқа қарай шығу үшін оңтүстік-солтүстік бағыттар болып тармақталады. Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастағы тарихи маңызы. Жібек жолы халықтар арасындағы сауданың дамуына зор үлесін қосты. Сонымен қатар ол шығыс пен батыс елдерінің арасындағы халықаралық қарым-қатынастың дамуына да өзінің үлкен пайдасын тигізді. Қытай жазба деректеріне қарағанда, жібек жолының халықаралық қарым-қатынас жағынан жандана бастаған кезі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың ортасына сәйкес келеді. Қытай императоры 138 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған елшілігі тек 13 жылдан кейін оралған. Міне осы елшілік оралған кезден бастап Қазақстан мен Орта Азия жеріне және батыстағы елдерге еңбек тартқан керуендер шыға бастаған. Бұған керісінше батыс елдерінен Қытайға қарай елшіліктер шығады. Сауда жолына байланысты дипломатиялық қатынасты 568 жылғы түркі қағанаты мен Византия мемлекетінің арасында болған келісімдерде байқауға болады. Ұлы жібек жолының халықаралық мәдениеттің дамуына тигізген әсері. Сауда кезінде жол бойындағы елдер өзара мәдени жағынан да байланысқа түсті. Жібек жолы арқылы жан-жаққа діни ой-пікірлер де таратылды. Жібек жолы буддизммен қоса батыстан шығысқа қарай христиан және ислам
себепкер болды. Сатылатын бұйымдар өздерінің өте тамаша, сәнді жасалуы арқылы үлкен сұранысқа ие болды. Осындай бұйымдарды жасауда дүниенің әр түкпірінде өз ісінің шеберлері қалыптасты. Мәселен, археологиялық қазба жұмысы кезінде атақты Византия шеберлерінің қолынан шыққан тамаша күміс құмыралар Тараз қаласынан табылса, Қытай фарфорынан жасалған әдемі ыдыстар, Қазақстандағы талғар, Исфиджа, Отырар сияқты орта ғасырлық қалалардан көптеп табылған. Ұлы Жібек жолының халықаралық шаруашылықтың дамуына тигізген әсері. Бұл жол арқылы Орта Азияның басым тұқымды жылқылары, шығыс елдерден пілдер мен мүйіз тұмсық, арыстан, барыс, аң аулауға, саятшылық құруға қажетті құстар сияқты сирек кездесетін жан-жануарлар сатыла бастады. Бұл жолдың бойымен бақшада өсірілетін мәдени өсімдіктердің түрлері мен тұқымдары көп сатылды. Ұлы Жібек жолының ұзындығы 7000 километрден асты. 15 ғасырдан бастап теңіз жолының дамуына байланысты Ұлы Жібек жолы өз саласын жоя бастады. Ұлы Жібек жолы туралы не білесіңдер? 17 ғасырда бізде мынандай теңіз кемелері пайда болып, Ұлы Жібек жолы әлсірей бастаған екен, иә? Олар орталық Азиядан мындай кілемшелерді және жүннен тоқылған киімдерді алдыртып отырған. Жалпы Ұлы Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші және 2-ші мыңжылдықтарды қамтиды екен. Жалпы Қытайдан сол кезде қағаздар пайда болып, папирус ағаштары ығыстырыла бастаған. Олай болса, бүгінгі тапсырмаларға мен бірінші сабаққа бағалау парағын беріп алайын. Топ басшы. Тобымыздың атауын қойдық па? Кән? Тобымыздың атауын сауда деп қою себебі неде болды? Себебі жібек. Орныңыздан тұрыңыз. Себебі жібек жолының басты мақсаты сауда жасау болған екен. Сол себепті біздің топтарымыз сауда. Топтар ұрандар бар ма сауда жасауда? Ал әлемге ораз маған артыпсан, қадірін асыл бұйым батып шыққан, шығыстың шын жібекпен аты шыққан, сауданың талай сиқырлы сырын ашқан. Жарайсыздар. Мына жерде бағалау парағын беремін. Мына тобымыздың атауы не деп қойдық? Керуен тобы. Ал топ басшы. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты Ұлы Жібек жолында көптеген керуендер жасалсын, атамыздың тобымыздың аты керуен. Ұрандарыңыз бар ма керуен деп айталым? Иә. Формен айтамыз ба? Ал формен айтамыз. Ешкім жоқ болған сізге көрсетілген кім жоқ, кім жолдар, бұл далада кім жүрмеген, кім болсын қанша керуен келіп кетті, орамды керден көрмеген. Ой, жарайсыңдар. Мынау қазір сендерге теңгелерді бұл кезде айырбастау саудасы және кейін ақшалай саудаға, теңгелей саудаға өтті. Мен сендерге топ басшыларына теңге беріп отырамын. Осы теңге арқылы сабақтың соңында бағаларды қоятын боламыз. Ал топтардың атын жібек қойыпсыңдар. Жібек деп аталу себебі? Жібек деп аталу себебі Ұлы Жібек жолында басты сауданың бірі жібек мата болды. Сондықтан жібек мата деп аталады. Жібек мата сол кезде теңгеден, яғни валютамен теңгелі. Сондықтан жібек мата деп аталады. Тобымыздың ұраны жібек жолы түйенің табанымен салынған керуен айбының аты тарих алды. Ой, жарайсыңдар. Ал олай болса балалар, бүгін жаңа сабақта түсінген болармыз. Алдарыңызда оқулықты пайдалана отырып, бүгін мен сендерге бірінші топқа, бірінші тапсырмамыз оқытық жұмыс, бірінші топ тартия әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Керуен тобы мына жерде сұрағымыз бен жауабымыз бүгінгі тақырыпқа байланысты шығу керек. Балалар жұмыс жасайды. Екінші топтың тапсырмасы жібек жолының тапсырмасы. Мына жерде бірнеше есептерді алып келді. Мен бүгінгі тапсырмаға байланысты жібек жолы осы есептерді шығару арқылы бүгінгі тапсырма бойынша жауап береміз. Үшінші топтың тапсырмасы Сардар тобының тапсырмасы бүгінгі
болбой, сауда жолын тыңдаймыз. Сауда тобының Баян Ағам. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы яғни біздің тақырыбы сауда және сауда болсақ, ол жердегі ең бірінші сауданың айырбастау саудасы болды ғой. Сол кездегі ең көп қолданылған бағалы заттардың бірі мысалы осы жібек матасы. Жібек матасы сол кездегі валютаның орнында да қолданылған еді. Тіпті 6000 теңге десек те болады. Және құнды заттардың бірі болған. Ол кезде валюта шықпас бұрын, яғни ақшалар тиындар шықпас бұрын айырбастау саудасын жасаған. Сол кездегі осы жібек маталарды қол астындағы адамдарға ақша ретінде беріп отырған, тіпті алтын ретінде беріп отырған деседі. Және осындай маталарды Қытай мемлекеттерінен ғана емес, орталық Азиядан, Византиядан және соғылды мемлекеттерінен де алып келген. Тек жібек маталардан емес, мысалы ақыл тұқымды түйелерді және немістерді мынандай тоқылған әртүрлі алып келген. Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы екінші және бірінші мыңжылдықтарда өзінің жұмысын бастаған еді. Халықаралық сауда даму тарихы біздің заманымыздан бұрынғы үшінші және екінші мыңжылдықтарда Мысыр, Иран, Сирия елдеріне лазурит, нефрит тасудан басталды. 138 жылы Қытай императоры Удидің басшылығымен беймәлім елдерге күн қайда батса сол жаққа елші немесе керуендерді жіберуден басталады. Сапар барысында көптеген саудаға қолайлы жерлер анықталады. Бұл жібек жолының негізін қалайды. Тарих ғылымында жібек жолы 2-ші ғасырдан бастап өзінің жұмыс істеуін бастайды. Сонымен қатар Қытайдан басқа іле-шала жолдармен батыстан жібек керуендер жүреді. Жібек керуендер мен Мысыр, Иран, Византия, сол елдерден көптеген тауарлар тасылады. Жібек атауы 19 ғасырда ғана алады. Бұл атауды азиялық ғалым Риктого Фен ұсынады. Нешінші жылы? 1877 жылы ең алғаш рет жібек жолын ашылған. Және де ұлы жібек жолындағы қытайлар орталық Азияда сәбіз, пияз және де грек жаңғағын өсіруді үйренеді. Және де бұл қытайлар осындай көкөністерді негізі өсіруді білмейтін. Сондықтан да бұл көкөністер оларға әрқашанда қызық болып көрінді. Мұнымен қатар осы қытайлар орталық Азиядан асыл тұқымды түйе және де жылқыны да алдырып отырған. Ол кезде сауда айырбастау кезеңі де болды. Ол кезде олардың қауіп-қатері де болды. Сонда олардың хандары өздері жүруге қорықты. Олардың қасында қару ұстанған адамдар жүрді, және саудагерлер мен аудармашылар. Ол кезде олар тоқтап демалатын кезде олардың ат қоятын құралары, заттар қойған қоймалары, өздерінің сақиналарын салатын сандықтары болды. Ол кезде Византияның жібекке деген сұранысы өте жақсы болатын. Өте жақсы болатын. Сондықтан да сарай мен аристократтардан басқа қажеттілігінен басқа әскер жалдау ісімен айналысты. Ол кезде жібек валюта кезінде болды. Және алтынға тең болды. Ол асыл тастарға тең болды. Және 17-ші ғасырда да әртүрлі осындай кемелер пайда болды. Соның кесірінен ұлы жібек жолы 15-ші және 17-ші ғасырлардың аралығында өзінің жұмыс барысын тоқтатқан еді. Өзінің әлсіздігін тоқтатты. Кейін кемелер пайда болды. 5-ші ғасырда тарих сахнасына түркілер шықты. Және де сол жерде ол бөлек тағы да екі мемлекет бар еді. Оның біреуі Византия империясы, одан кейін Сананилық Иран болды. Және де сол кезде жібек өте жібек алтын сияқты, онымен де басқа бағалы бұйымдармен бағалана бастады. Византия императоры бар біразығын жібекке салды. Сол үшін жібек мата оларда өте бағалы болды. Жарайсың. Жібек жолының негізгі мақсаты халық арасындағы мәдениеттер мен арақатынасты
айтуу болду. Олар орталық Азияда нелерді алдыртып отырды? Асыл тұқымды жылқыларды және әртүрлі тағамдарды университетте киімдерді алдыртып отырған. Иә, киімдер. Жарайсыңдар, отырамыз. Молодец. Мына теңгелерді алып, топ басшы не істейміз? Белгілеп отырамыз сабақтың соңында. Ал енді екі шығам. Ұлы жібек біздің заманымызда бұрынғы екінші ғасырда, екінші және үшінші жылы. Иә. Жібек орындары алтынға теңелген. Мына жерде сұрақтарды оқып шығамыз. Қарсы әдіспен 18 сұрақ қойған балалар. Ұлы жібек жолының өмір сүрген мерзімі. Ұлы жібек жолы екінші және үш Одан кейін Ұлы жібек жолының ұзындығы 7 мың шақырым. одан кейінгі сұрақтарымыз Жібек жолындағы алғашқы орны Жібек Мата. Жібек Мата. иә, жарайсыңдар. Одан кейін қандай? Жалақы мен қарызы немен төлеген? Жібек маталарымен төледі. Иә, мына сұрақ Жібек жолы Қытайдың қандай өзенінен басталды? Хуанхэ өзенінен басталды. Мынау сұрақ, одан кейін жауабымыз шығады. Мына жерде Ұлы Жібек жолы кезінде не болған екен мына жерде? Ойлап тапқан жаңа қағаз болды, иә, ең алғашқы қағаз. Қай ел Өндіруде дамытып, Қытайдан Соғдылар ғой, Византия және соғды ел. Жібек жолымен қандай діндер таралған? Христиан, буддизм, ислам. Жарайсыңдар, отырамыз. Мына теңгелермен топ басшы естіген отырады. Ал үшінші топ хан. Біріншісі екінші ғасырда Ұлы Жібек жолы өзінің жұмыс істеуін бастады. Ал одан кейінгі 138-ші не болды? Біздің заманымызда бұрынғы 138 жылы Қытай императора Удидің басымен батыстың беймәлімдеріне елші жібереді деп шығады. Ең ол елшісі қанша жылдан кейін оралған? 13 жылдан кейін. Ал 1942 жылы түріктер туралы ең алғашқы Қытай телевизорында айтылды. 12 ғасырларда Ұлы Жібек жолында жаңадан Сауран, Ашнас және Жен қалалары бой көтерді. Одан кейінгі Біздің заманымызда бұрын 3-ші мыңжылдықтарда Ұлы Жібек жолы лазурит Ефрейтазудан басталды, иә? 19 ғасырда Ұлы Жібек жолы өзінің атауын алды. Ал 2007 жылы алғаш рет Ұлы Жібек жолында жібек маталар пайда болды. Жарайсыңдар балалар, отырамыз. Жақсы, өте керемет. Барлығы топ басшы кейін сабақтың соңында қорытындылайтын боламыз. Енді екінші тапсырма. Керуен тобына бірінші керуен тобы мына Ұлы Жібек жолы. Картаға қандай қалалардан, қай жерден басталды Қытайдың, қандай өзеннен басталды, сол туралы ремге дейін біздің орта ғасырлық қалаларға дейін келіп жеткен осыны сызып айтатын боламыз. Ал екінші топтың тапсырмасы дара диаграммасы әдісі арқылы жібек матасы қай елдерде қолданыста болды. Сол туралы айтатын боламыз. Үшінші топ жібек тобы алғыр топ әдісі арқылы оқушылар бүгінгі тақырыпқа байланысты бір шумақ өлеңді ағылшынша, орысша және қазақша шығарып айтатын боламыз. 5 минуттай уақыт беремін, қан балалар бастайды. Қазір өтедегі алдыға қандай беремін, сол тақырыпқа дара әдісі бойынша. Қан балалар бастайды.
Қан жүкті жұмыс істейтін жолдайын қалалар. Қан не жасалады? Бассайын. Vakit керек па балалар? Vakit керек па? Жібек тобы. Қан ойымыздан шығарып жібек тобы туралы қан. Қай қалаларда қолданғаны айтылған. Негізі жер кодасы көптеп Қытай мемлекетіне басқа Еуропа, Орталық Азия және сауда мемлекеттеріне мына жерде көріп тұрғаныңыз центр мемлекетінде қолданылған еді. Және де тек жібек мата емес, орталық Азияда әртүрлі түйелерді, асыл заттарды және де әртүрлі құстарды алып келген. Сонымен қатар біздің киіп жүрген сал тоқыма маталарында және олар грек жағаларында осы жерге алып айырбастасымен жасаған болатын. Айта кететін зат, осы жібек матасы өзінің әсемдігіне барлық жерде жауап алған деседі және сол кездегі көптеген мемлекеттердің қолдауында болған. Және де жібек матасынан басқа да көптеген заттарға қорғанысқа Европа және ұлы жібек жолында жібек матаны көптеген мемлекеттер пайдаланды. Мысалы, Франция, Еуропа, Словен мемлекеті және Қытай мемлекеті көптеп қолданған. Жарайсыздар. Қосып бар ма? Жүктік жұмыста қан. Және қандай мемлекеттер пайдаланды ол жібек маталарды? Бейбек, Имаш қан басты тез. Қан бола қоямыз тез. Сауданың жақсы болған соншалық орталық Азияда көпестердің жанына заңдар да орнатылды. Және де ол біздің мен Ирандарда да көп қолдана бастады. Жарайсыңдар, отырамыз. Батысты біріктірген жібек мата лағылтас асылбек қазақтың даласынан жүріп өткен. Ой, молодец, жарайсың. Караван нашелся из Китая, объединив Запада и Востока. Шел Рубин и благородный драгоценность Войдаху, великий казахский степи. Жарайсың. Caravan from China is the beginning, then at east joined the west. Silk fabric, trumpet, stone, Nabongadon, passing through the great Kazakhstan. Ой, молодец, ағаке. Ал енді. Аңызға айта берсем, бұрынғыда Аймекенің сұлышқан туырлығы, ондықтан аялаған аруынан жібектен желбіреген шымылдығы. Ой, жарайсыңдар. Это легенда, если ты продолжаешь рассказывать историю. Зеркало отражения Аймет. Справа прекрасная дама, шелковые штаны развешала. Мына топ ақшаны көп алатын болды ғой. Қан болды ма? Ма шех Ризат. Болды ма айтып? Жарайсыңдар. Енді қандай өзеннен басталды? Жібек жолы Қытайдың Хуанхэ өзенінен Римнің батысына дейін барған. Олар Қазақстанның басты қалаларына Отырар, Испиджар, Тараз, Баласағыр, Талғар және тағы да басқа қалалармен жүріп өткен. Ең алып базарлары бар қалалар Отырар, Испиджар, Баласағыр және тағы да басқа қалалармен жүрген Ұлы Жібек жолы. Ұлы Жібек жолында әртүрлі маталар, онымен әртүрлі маталар, жібек маталары. Қаншаға жуық түйелермен жүрді олар? 100-ге жуық. Себебі? Оларды қараштар, олар тауарлар ұрлап кетуі мүмкін деп 100-деген түйелермен жүрді. Олар киім алатын орындар болды ма? Оларды Ержан? Кеселер. Заттарын қойып қоятын қоймалары, малдар қоралары болды, иә? Жарайсыңдар, отырамыз. Қан келесі. Ал бұл тез. Қан ақшалар көбейді.
бай болыңдар Құдай қаласа. Ұлы жібек жолы қалайдан бастап қалалар өзегінде. Иә. Ұлы жібек жолында жүрген қалалар ірі 30 гектардан тұрды. Олар ең ірі қалалар қай қалалар болды? 30 гектардан тұрған. Тез айтамыз. Отырар, Испиджав және Сауран қалалары болды, иә? Олар Қазақстанда жүрген, яғни Отырар қаласында өтті. Олар көптеген жүйелермен жүрген, қасына аудармашылар, қасына ертіп жүрген өнерген қарақшылар, Отыра ғой, жарайсыңдар, молодец, өте керемет керуен тобы. Барман контестес. Ұлы жібек жолы негізінен Қытайдың Ханке өзенінен басталып, сонан соң олар сояққа барған. Ал Сығанаққа жеткенде олардың жолы екіге бөлініп кеткен. Және де ол жерлерде 30 гектарға дейінгі ірі қалалар болды. Олар Тараз, Отырар, Испиджав, Сояқ қалалары. Өзбекстанның қандай қалалары? Ташкент, Шарш қалалары, Бұхара, Самарқан қалалары. Шарш қаласы қазіргі Ташкент қаласы. Ал Яссы қаламыз қазіргі Түркістан қаласы болды, ма? Отырамыз балалар. Енді үшінші тапсырмамыз жеке жұмыс. Көп нүктенің орнынан тиісті сөздер тез қойып шығамыз. 2 минут уақыт берем балалар. Көп нүктенің орнына тақтада үндеуші болады. Кімге жетпей қалды? Балалар саған жетпей қалды? Қаймен балалар жетсе жауып шығамда үш жауабы. Болып па? Уақыт болып балалар. Бала шапалақ жібек сатуда Қытай мемлекетінен бәсекеге түскен. Екінші, дұрыс па? Дұрыс жазыппыз ба? Одан кейін мәселен Қытайдың кейбір қалаларында олардың отарлары болған. Дұрыс жазып па? Жібек жолының Жапония мен Сібір ертедегі астанасы Нара қаласында жібек сататын орындар болған. Дұрыс белгіледік па? Оның басты бір дәлелі ондағы ғибадатханада осы уақытқа дейін соғды тілінде жазылған қолжазбаның сақталуында. Дұрыс жазып па? Қате жазғандар болды ма ішімізде? Қате жазғандар болды ма? Кімді қате кетті? Бағлан сенді қате кетті ма? Қай жерде қате кетті? Азамат және азаматша болып өсе беріңде Құдай қаласа. Барлығымызды дұрыс болды ма? Дұрыс болмай қалғандар болды ма? Дұрыс болғандар. Бирім сен дұрыс болмай қалма? Қай жерде қате кеттің? Нота деген қаласынан жарайды балалар. Ал олай болса тұсында сабақта көптеген нәрселерді ұқтық деп ойлайын балалар. Жалпы Ұлы жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші және 2-ші мыңжылдықта басталған екен. Негізгі саудасы мата болды, иә балалар? Қазір бүгінгі заманымызда қандай әсер алдық? Су туралы пирамида, рефлексия пирамидасына мен үйренген 4 мәлімет болды және мен үйренген 3 мәлімет болды. Мен үйренген 2 мәлімет және мен үйренген 1 мәлімет туралы тез жазып шығамыз. Сөйтіп рефлексия кері байланыс береміз. Әр топтан 2 оқушыдан келіп алайықшы. Әр топтан 3 оқушыдан 2 оқушыдан шығайықшы таңғалар. Ең соңғы. Сауда жәрмеңкесін ұйымдастырып береміз, таңғалар. Мына жаққа шығып жауап береміз, тақтаға мына жаққа шығамыз. Қай ғасырдың ортасында Ұлы жібек жолы пайда болды? Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырларда Ұлы жібек жолы негізінен пайда болған Ұлы жібек жолының қандай пайдасы болды? Ұлы жібек жолында көптеген саудалар болды. Сол жердегі сол сауданың арқасында Қытайлар бұршақ, пияз,
бек жаңағы өсіруді және соларды өсіруді үйрендім. Кім Ақерке жауап бердің ба? Молодец, жарайсың. Қан Шершизат жауап бердің ба? Жарайсың. Ал келесі қан тауда жәрмеңкесі тез сұрақтарға жауап береміз. Нефрит жолмен нефрит молча әртүрлі жібек маталары жайында таңдап Ой, жарайсың, Айгерім алады. Ол жібек жолының жұбай атауынан не себеп болды? Өйткені ол батыс өлкесі мен шығыс өлкесін біріктіріп тұрғандықтан дәл осылай аталды. Ұлы жібек Я жарайсың ма? Жанна. Ұлы жібек жолы қай елдерді байланысты? Шығыс пен батысты әзір. Я шығыс пен батысты байланысты. Келесі боламыз тез. Ұлы жібек жолдарын қалай атаған? Ал жүйт жолы, нефрит жолы және де құны жолы да бар. Жарайсың, алма. Құны жолмен әртүрлі елдерден елдерді таратқан антерлерін таратқан. Я, жарайсың ба? Отырамыз. Қан тез, Ержан. Лазерит жолы не лазерит тасымалдаған. Я, лазурит тасымалдаған. Жарайсың, отырамыз балалар. Қан бүгінгі сабағымызға кері байланыс береміз. Жолы туралы эссе жазып келеміз, жарай ма балалар? Жарайды. Сабақтан алған кері әсерлеріңізге рефлексия пирамидасына жабыстырамыз. Балалар көп рахмет. Сау болыңдар. Жарайсың, негізі топ жақсы қатысты, рахмет көп. Ал мына топтан Дінмұхамед, барлығына қанша неден ақша жинап, қан бай болып па жоқ, кедей болып қалып па қан? Барлығына қанша балдан көп шықты? 10 балдан. Жарайсыңдар. Ал енді Ақерке тобы. Жарайсыңдар, барлықтарын бомбадан жинадыңдар, рахмет көп. Сау болыңдар балалар, үйге осы ұлы жібек жолы туралы эссе жазып келеміз. Жарай ма?